Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлайым. Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын тары чизкейктің рецептісін ұсынатын боламын. Жасап көріңіз, сіз міндетті түрде бұл чизкейкке ғашық боласыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде әрбір салған видеомды жіберіп алмайсыздар. Ең алдымен сүтті жақсылап қатты ысытып аламыз. Одан кейін барып үстіне тұз саламыз, қант саламыз және де тары салатын боламыз. Тары бізде жақсылап жуылған тары болу керек. Жуғаннан кейін суын барлығын ағызыңыздар, ішінде астында су қалып қалмасын. Тарының өзін ғана саласыздар. Одан кейін бетін жауып, 1 сағатқа бетін жауып қоясыздар. Тарымыз жібіп жұмсаруы керек. Ендігі кезекте чизкейктің астыңғы бөлігін дайындаймыз. Ол үшін тарының талқаны керек. Енді оның үстіне тұз саламыз, оның үстіне бөлме температурасында тұрған, еріп тұрған сары майды саламыз. Және де оның үстіне қант ұнтағын салып, кішкене қасықпен араластырып, ары қарай қолмен езіп араластырамыз. Чизкейгіміздің астыңғы бөлігі дайын болды. Енді форманы дайындаймыз. 20 диаметрлік кольцоға салатын боламыз барлығын. Сондықтан ең бірінші астын жауып аламыз, фольгамен жабамыз, 2 қабаттап жабатын боламыз. Көп рецепт түсіріп жатқан фудблогерлерді көрсеңіздер, осындай астын қалай жабатын туралы көрсетілмейді. Сондықтан мен сіздерге арнайы уақыт бөліп көрсетіп жатырмын. Осылай 2 қабаттап фольгамен жабатын боламыз. Кейбіреулері 1 қабаттайды, бірақ маған өзіме сенімділік жаңағы сыртына ақ кетпес үшін 2 қабаттап салдым. Мінекей формамыз да дайын болды. Енді барлығын салатын боламыз. Одан кейін барып қолмен тегістеп аламыз да. Одан кейін барып банкінің астыңғы бөлігімен жақсылап тегістеп тығыздап алатын боламыз. Соңына қарай қасықтың көмегімен осылай шетін тегістеп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді пешіміздің формасына салып қойып қоямыз. Бұны тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Ары қарай бос орынға қойып қойыңыздар. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде миксерімнің бір араластыратын жоғалтып алған болатын. Сондықтан сіздер екеуі болса екеуімен араластырыңыздар, өйткені жалғыз өзінің күші жетпейді. Құрғақ ыдысымызға творожный сырды салып, оның үстіне қантты салып миксерлейтін боламыз. Қараңыздар, ана бір араластыратынның өзі сырға күші жетпей жатыр. Қазір жұмыртқа нені салғаннан кейін барлығы біркелкі араластыратын болады. Енді үстіне жұмыртқаны араластыра отыра бөліп салатын боламыз. Шеттерін осылай қасықпен тазалап отыру керек, өйткені дұрыс араластырылмай қалуы мүмкін. Осылай қасықпен 2-3 рет тазалап араластырып отыратын боламыз. Енді 2 ас қасық жүгері крахмалын салатын боламыз. Салғаннан кейін бірден миксерлемеңіздер, крахмалымыз жан-жаққа шашырап кетеді. Осылай кішкене ғана араластырып алып, ішінде сосын барып миксерлейміз. Енді үстіне салқын 33%-дан жоғары сливкемізді құйып миксерлейтін боламыз. Қоймалжың әдемі масса болғанша жақсылап миксерлейміз.
Мінекей тарымыз да дайын болды. 1 сағат тұрды. Енді үстіне құйып, жақсылап барлығын біріктіріп миксерлейтін боламыз. Мінекей массамыз да дайын болды. Енді бағана дайындап қойған формамызға барлығын құямыз. Одан кейін құйып болғаннан кейін бетін қасықпен тегістейтін боламыз. Қасықпен тегістеп болғаннан кейін кішкене столдың үстіне ұрып тағы да бетін тегістейтін боламыз. Дайын болған чизкегімізді қызып тұрған пеште 140 градуста 1 сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, чизкегіміз де пісті. Осылай көтеріліп піседі. Кішкене бөлме температурасында жақсылап 1-2 сағаттай суытып алып, осылай бетін жауып тоңазытқышқа 12 сағатқа тоңазытқышқа қойдым. Енді формасынан шығаратын боламыз. Толық тоңазытқышқа салып суығаннан кейін барып формасынан шешіп жатырмын. Осылай пышақтың көмегімен формасынан ажырататын боламыз. Мінекей формасынан алып, бөлек ыдысқа салдым. Енді бетін әрлейтін боламыз. Бетін әрлеу өз қалауларыңызша, әркім өзі біледі. Мен осылай құлпынаймен әдемілеп турап әрлеп қойдым. Дәл осы күйі қонақтарыңызға болсын, отбасыларыңызға болсын ұсына берсеңіздер болады. Бірінші жегеннен дәміне мен ғашық болдым. Өте керемет болып шықты дәмі. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер де осындай рецептті іздеп жүрген достарыңыз болсын, туған туысқандарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлайым. Қош сау болыңыздар.